Сәлем құрметті оқушылар, бүгінгі өтетін біздің тақырыбымыз ол прогрессия тақырыбы. Прогрессия деген өз сөздің мағынасы түсінікті шығар, прогресс деген алға жылжу. Осы прогрессия деген тақырып жалпы тест кітапшасына міндетті түрде 1-2 немесе 3-4 есеп осы прогрессия тақырыбынан келеді. Сондықтан бұл маңызды тақырыптардың бірі. Бірақ ең оңай тақырып деп айтуға келеді. Әдетте біз бұны 3 бөлікке бөлеміз. Арифметикалық, геометриялық прогрессия өз 2 ғана түрі бар. Және осы екеуіне қатысты үшінші бізде практика сабағы. Сонымен бізде арифметикалық прогрессия. Жалпы сіздер білесіздер, мынандай бір заңдылықтар кездессе, егер сізде мысалға 2, 4, 6, 8, 10, тура сол сияқты 12 ары қарай кете беретін заңдылық болса, сіз мынаған қарағанда бірден бұл қандай заңдылық болып орналасқан бірден байқайсыз. Мысалға, мынау еді оңай тізбек 2, 4, 6, 8, 10, 12 деп кетсе, көрген адам бірден айтады. Плюс 2, мынаған 2-ні қосамыз 4 болады, 2-ні қосамыз 6 болады, 6-ға 2-ні қосамыз 8 болады. Дәл сол сияқты 2 қосыла береді. Сонда бұл жерде не? 2 деген сан қосылып жатыр. Және ең бастапқысы 2 деген саннан басталды. 2 түр болуы мүмкін. Дәл осындай тізбек мысалы мынандай болуы мүмкін. 3, 5, 7, 9, 11 арға кете беруі мүмкін. Қарасақ, бәріне 2 деген сан қосылып жатыр. Бір бастапқы мүшесі 3. Дәл осындай қандай да бір сан қосылып отқан, яғни бір санға артып отқан, мысалы мына жерде плюс 2 артып отыр. Дәл осындай бір санға артып отқан, не болмаса бір санға кеміп отқан мынандай прогрессия түрін, тізбектің түрін біз айтамыз арифметикалық прогрессия деп. Ол тек арту міндетті емес, кему де мүмкін. Мысалы, арифметикалық прогрессия дедік, ол арифметикалық прогрессия бұлай болуы да мүмкін. Мысалы, 10, 8 или басқаша бір сандар алайық. Мысалға айталық. Так, 10, 6, 2, минус 2, минус 6, дәл осылай кете беруі мүмкін. Арифметикалық прогрессия бізде басы 10, 6, 2, минус 2, минус 6, дәл осылай кетуі мүмкін. Қарасақ, не істеп жатыр? Минус 4-ке кеміп жатыр. Яғни 4-ке азайтылып жатыр, не болмаса минус 4-ке артып жатыр. 10-ға минус 4-ті қоссақ, плюс 6 шығады. 10-нан 4-ті азайтсақ, 6 шығады. Екі түрлі сөзбен айтуға болады. Енді сонда бұл да арифметикалық прогрессия жататын болса, біз мына нәрсені түйуіміз керек. Арифметикалық прогрессия дегеніміз берілген тізбек қандай да бір заңдылықпен орналасады, ол заңдылық бір санға артып отыруы мүмкін. Мысалы, плюс 2-ке артуы мүмкін. Не болмаса бір санға кеміп отыруы мүмкін. 4-ке кеміп отыр, мысалы. Осындай түрлер бар. Енді жалпы барлық арифметикалық прогрессияға ортақ бір ғана формула бар. Ол бізде төбесіне жазып қойды. Қарасаңыздар, AN тең болады A1 плюс N-1 көбейтілген D. Дәл осындай формула. Енді бұл формула дегенде AN дейді. Мысалы, мына жерге N-нің орнына 7-ні қойық, тең болады. N-нің орнына 7-ні қойдық. A1 деген A1-ді жазамыз. Қайтып көшіріп плюс N-нің орнына 7 қойдық. 7 азайту 1, 6-ға тең. И көбейту D бар. A7 тең болады. A1 мүшесі плюс 6D. Яғни 7-ші мүшені табу үшін біз бірінші мүшеге қосамыз D деген санды 6 рет көбейтіп, 6-ға көбейтіп деген сөз. Енді D дегенде, мысалға біз мына жерде плюс 2-ке артып отты, неше есеге артып отты, плюс 2-ке артып отты. Мына жерде минус 4-ке артып отты деп айтамыз. Осы жерде, яғни артып отқан, кеміп отқан санды, мына нәрсені біз айтамыз D деп. Бұны тестте не болса жалпы тақырыпта формулада айырмасы деп айтады. Яғни D деген сөз ол айырмасы. Мысалға 4 неге жатпайды? Бұл D-ға жатпайды. Бұл мүшеге жатады. Мынау мысалы бірінші мүшесі A1, мынау A2, мынау A3-ші мүше, A4-ші мүше, мынау A5-ші мүше, дәл солай кете береді. Дәл сол сияқты жерде мысалы 7-ші мүшесін сұрап тұр. Оны табу үшін мына бірінші мүшеге қосамыз. Және неше есеге артып отыр? Плюс 2 артып отыр, плюс 2-ні 6-ға көбейтіп, так, бірінші мүшеге қосамыз. Неше болады? 6-ға көбейтсек 12, 2-ге қоссақ 14. 7-ші мүшесі бізде тең болады деген 14-ке. Санап көрейік. 1, 2, 3, 4, 5, 5-ші мүшесі, 6-ші мүшесі 12-ке тең, 12-ге қосамыз 14. 7-ші мүшесі шынында да 14 шығып тұрген. Жалпы мына формула AN тең болады A1 плюс N-1 көбейтілген D деген формула. Бұл прогрессияның кез келген мүшесін таба алатын формула. Бізде егер бірінші мүшесі белгілі болса, және неше есеге артып отқан белгілі болса, мысалы сіз айтасыз, мысалға сізге 25-ші мүшесін тап десе, сіз бұлай 2-ке қосып 25 мүшені жазып отпайсыз, мына формулаға саласыз бірден. Нараға 25 қоясыз, нараға 25 қоясыз, 25-тен 1 азайтыр 24, 24 D деген сияқты. Енді мына формулада бір мән беретін нәрсе ол мына нәрсе. Так, мен соны жазып өтейін.
Ол мына нәрсе. Мысалға А 12-ші мүшесі тең болады. А1 плюс 12 қойсақ, 12-ден 1-ді десеміз, 11-ді. А7 тең болады А1 плюс 6-ды. Қарайтын болсақ, мына бірінші мүшенің индексімен мына D-ның алдында тұрған коэффициент, мына келесі шығып тұрған мүшенің, яғни теңдіктің оң жағын емес сол жағы деп айтамыз. Сол жағындағы мүшенің, яғни мына екеуін қосу сол жағындағы мүшеге тең. Мысалы, мына жерде 1 мен 11-дің қосындысы 12-ні береді. Енді дәл осыны тек А бірінші мүшемен емес, кез келген мүшесімен өрнектеуге болады. Мысалы, А 18-ші мүше тең болады, А 12-ші мүше қосылған 6-ды. Мына шындан дұрыс формула бізде. Неге? Өйткені D-ның алдында тұрған 6 мен мына 12-ні қосқан кезде 18 шықтыр болды. Ол уже арифметикалық прогрессия, және ол осы формуламен орындауға болады деген сөз. Ол арифметикалық прогрессияның түсіндігі n тең болады А1 плюс n-1 көбейтілген D. D деген айырма, n бұл жердегі сан, яғни индексіне тұратын сан. Енді D айырманы табу үшін мынандай формула. Мысалға, бірінші мүшесі айталық 5-ке тең, екінші мүшесі 8-ге тең, үшінші мүшесі 11-ге тең десе, қарайсыз плюс 3-ке артып отыр. Мысалға, сізде бірінші мүшесі және екінші мүшесі берілді. Мынадан қайсысы қанша есе артып отыр деген тап десеңіз, не істейсіз? 8-ден азайтасыз. 8 азайту 5 тең болады 3. Болды, уже бізде 3 плюс 3-ке артып отыр деген сөзді білдіреді. Енді дәл сол сияқты ол, мысалы, бірінші мүшесі, екінші мүшесі, бірінші, екінші емес, мысалы, сізге 24-ші мүшесін берді және 25-ші мүшесін берді. Мысалы, 24-ші мүшесі айталық бар 13 болды, 25-ші мүшесі 17 болды. Екеуі айырмасын тап, немесе D-ны тап десен істейсіз, 25-ші мүшеден 24-ші мүшені азайтасыз. 17 азайту 13, ол бізде 4-ке тең деген сияқты. Ең жақын мысалға мынандай арифметикалық прогрессия құрсақ, мысалға А1, А2, А3, А4 бізде қандай сандар екен белгісіз, А6 дәл өзі кете береді. D-ны тап десеңіз не істейсіз? Мысалға А2-ден А1-ді азайтасыз. А2 азайту А1. Осылай тап болады. Не болмаса А4 азайту А3. А4 азайту А3, бұл бізде D-ны береді айырманы. Дәл осылай. Енді оны түрлі мысалдармен ала беруге болады. Жалпы бұл кез келген мүшесін таба алатын формула, және D айырмасына n-1. Сонарға А9-ды қойсақ, n-нің орнына 9 қойдық, мына жерге де 9 қойдым, 8. 9-дан 1 азайтсам 8. А9-ның мүшеден 8-ші мүшені азайтсақ, D бізде айырмасы шығады екен. Енді арифметикалық прогрессияның тағы бір бізде білу керек нәрсе арифметикалық прогрессия қатысты. Яғни бірнеше мүшесінің қосындысын табу. Енді сол формулаларға тоқталып өтейік. Так, мен қазір тақтаны босатсам, бізге жазатын формула ортатын жер қажет. Енді бұлай. Мына жерде біз жаздық Sn тең болады 2A1 плюс n-1 көбейтілген D бөлінген 2 көбейту n. n деген сөз бірнеше мүшесінің қосындысы. Мысалы, сізге айтады, осындай бір арифметикалық прогрессия берілген, осы арифметикалық прогрессияның алғашқы 5 мүшесінің қосындысын тап. S5 деп айтады. S5 деген сөз алғашқы 5 мүшесінің қосындысы. Оны табу үшін не істейді деген, бізге бірінші мүшесі керек мына жерден. Соны 2-ке көбейтеміз, оған қосамыз, 5-тен 1-ді азайтамыз, 4-ді. D-ны білуіміз керек, арифметикалық прогрессия, яғни қанша есеге артып отқан білу керек. D бөлінген 2, n-нің орнына қайтадан 5 қоясыз. Міне осындай бір формула. Сол айталық бізде тағы да бір оңай арифметикалық прогрессия алайық. 2, 4, 6, 8, 10 тағы осылай кете береді. Так, 1, 2, 3, 4, 5. Осы S5 осындай арифметикалық прогрессия берілген, мысалы, есепте көрсетіп қойып, осы арифметикалық прогрессияның алғашқы 5 мүшесінің қосындысын тап дейді. Не істейсіз? Формулаға қарайсыз. 2А1. Бізде А1 деген ол бірінші мүшесі. 2 көбейту 2 қосылған n-1. 5 n дегеніміз мына жерге 5-ті қойдық қой. n тең болады 5 қой. Сол n-ді мына жаққа 5 азайды 1, 4. Көбейту D. D дегеніміз ол неше есеге артып отқан. Қарасақ, бірден айтасыз, 2-ке артып отыр. 4 көбейту 2. D-ның орнына 2-ні қойдық. Бөлінген 2 көбейту n деген 5-ке тең. Енді неше болады? 2-ке 2-ні қосамыз 4, 4-ке 2-ні көбейтеміз 8, 8-де 4 қосамыз 12, 12-ні 2-ке бөлеміз 6, 6-ны 5-ке көбейтеміз 30. Алғашқы 5 мүшесінің қосындысы бізде 30-ды береді екен. Енді онан былай қосып көрсек, 2 плюс 4 6, 6-ға 6-ны қосамыз 12, 12-ге 8-ді қосамыз 20, 20-ға 10-ды қосамыз 30. Мына шығып тұр, формуласы сақта шығып тұр, былайынан да шығып тұр. Енді формула не үшін қажет? Мысалы, сізге айту мүмкін, алғашқы 30 мүшесінің қосындысын тап десе, мынаны саласыз да көбейтіп бөліп есептей саласыз. Ал 30 мүшені былай жазып қойып, оны былай қосып отырып, уже уақыт алады. Енді астында тағы да
осындай бірнеше мүшесінің қосындысын табатын формула көрсеткен. Бұл формулада қалай? Мысалы, сізге 10 мүшесінің қосындысын тап десеңіз, бірінші мүшені жазасыз бірінші. Ең соңғы 10-шы мүше нешеге тең? Соны жазасыз. n дедік қой. Мысалы, 10 мүшесінің қосындысын тап десе, ең соңғы 10-шы мүшені аласыз. Екеуін қосып 2-ге бөлесіз, және 10-ға көйтесіз, n-ға көйтесіз. Мына екеуі жалпы бір формула. Мен бұл формулаларды қорытып көрсетейін. Екеуі бір формула. Сонда бізде жалпы арифметикалық прогрессияда біз білу керек екі ғана формула бар. Біреу мынау. Енді мынаны қорытып көрсетейін. Так, мына үстіндегісін қортайын мен. Так, неше болады? 2a1 деген сөзді былай жазып қойсақ. 2a1-ді a1 плюс a1 деп. Екі қоссақ 2a1 деп береді. Қалғандарын сол күйі көшіріп жатамыз. Плюс n-1 көбейту d бөлінген 2 көбейту n. Енді қарайық. Мына 2a1 деген сөзді 2-ге жіктеп жаза салдық болды. Қорытып атамыз. Енді мынаны қарайық. a1 плюс n-1 көбейтілген d деген нені береді? Қарайтын болсақ, ол бізге мынаны береді. n тең болады a1 плюс n-1 көбейтілген d. Тең, енді жалғастырайық. Мына a1-ді жазамыз. Қосылған. Жалпы мынау нені берді? n-ді береді. Соны жазамыз, бөлінген 2 көбейту n. Шында мына формула шықты. Сонда мына екеуі бір формула, тек мысалы сізде ең соңғы мүшесін бермесе, оны мынаған салып есептейсіз. Ал ең соңғы мүшесі көріп тұрса, оны мынаған салып есептеген оңай болады. Өйткені да азайту, көбейту, бөлу көп болып кетті. Жалпы сонда сіз білу керек формула мынау, мынаның бәрі туынды. Мынау да туынды, содан кейін мынау. Осы екі формуланы білсеңіз, сіз арифметикалық прогрессияға қатысты тестте келген және бақылау басқа жерде келген барлық есепті шеше аласыз.